Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Инкубатордан балапандар шығып аяқталды. Қазір 104 жұмыртқа салған болатын. Одан кейін 16 күні тексерген, мавоскоп жасап, одан 12-сінің ішінде балапан жоқ. Оларды алып тастадым. Одан кейін бір 75 балапандай шықты. Бір 5-6 жұмыртқан ары қарай шыға алмай қалды. Жалпы қазір 72 балапан бар. Инкубатордан шыққан. Жалпы 104 жұмыртқадан 72 балапан шықты деп айтсам да болады. Қазір енді инкубаторға тағы да жұмыртқа салып қойдым. 104 жұмыртқа. Бүгін бірінші күн. Жалпы о жұмыртқалардың 30 жұмыртқасы өзіміздің тауықтың жұмыртқалары. Одан кейін қалған 74 жұмыртқа нағашымнан жұмыртқа алып келдім. Жалпы ол жұмыртқалардан әртүрлі тауық, әртүрлі балапандар шығады. Аяғында жүні бар, басында шашы бар. Жалпы әртүрлі тауықтарға андай светлый браманың қораздарын қойып, солардың жұмыртқалары туылған. Соларды салдым. Енді қазір балапандарды көрсетейін. Балапандар брудердің ішінде суықтау болған соң іші алдым, мынандай бүйтіп жауып қойдым. Ашып көрсетейін. Әнеки балапандар, екі лампочка жағып қойдым. Қазір де сәл-сәл, қазір енді үйреніп қалды, бірақ сәл-сәл қазір де жаурап тұрған сияқты. Балапандар осы, мына астына мынау мата төсеп қойдым. Ең бірінші кезде газет болып тұрады. Қазір матасын ауыстырып тұрмын. Бұлар енді қазір алғашқылар 4 күндік, одан кейін 3 күндіктері бар. Ең бірінші 5 күндіктері де бар. Ең бірінші 19-шы күн шыққан балапандар да бар. Бұлар қазір старт жеп тұр. Старт деген балапандарға арналған жем. Бұл стартты 20-шы күнге шейін берем. Бұл старт балапандар старт алу үшін, алғашқыда жақсы өсу үшін. Ішінде өзінің арнайы витаминдері бар, балапандарға алған кальций бар. Жалпы балапандарға керек дәруменнің барлығы бар. Бұны 20-шы күнге шейін берем, одан кейін ары қарай росп берем. Мына сулары, суға қазір ештеңе қосып беріп жатқан жоқпын. Кәдімгі жылы іш тұр, таза. Балапандарға суына чиктоник қосып берсеңіздер де болады. 1 литр суға 1 грамм чиктоник балапандардың жақсы өсуіне көмектеседі. Іштерін тазалайды. Іштерінде құрттар болса, жалпы балапандарға жақсы пайдасы көп. Балапандар осы брудерде тұр. Мына жақта күріп тауық тұр. Өзінің 10 балапанымен. Бұларда міне старт, су. Бұл тауық балапандарына жақсы қарап жүр. Бұл күріктің екеуінің балапандары бірдей пашти. Айырмашылықтары барлығы бірдей. Инкубатордан шыққанда күрік болады. Маңғасында жақында мына тауық менде инкубатордан шыққан, өзім аштырған, балапан кезінен бастап өсіргім. Енді осы күрік болып, балапандар ашып отыр. Көбісі айтады, инкубатордан шыққан балапан күрік болмайды деп. Мына тауық инкубатордан шыққан. Жалпы бір күріктің пайдасы балапандарына жылын орында айдап жүрмейді. Тауық өзі, балапандарды өзі жылытып жүреді. Сол жер жақсы. Жалпы инкубатордан шыққан балапанда, күріктің астынан шыққан балапандарда жалпы күрік болады. Тауықтың өзіне бұлай жүгері көріп қалам, жүгерісін жеп тұр. Бұлар 6 күндік болды бұлар. Шыққаннан. Осылар шыққаннан кейін барып, мыналар шығып бастады жайлап.
Жалпы енді құдай қаласа ендігі жылға өзіме 100 тауық алып қалсам ба деп отырмын. 100 тауық алып қалған балапандарын сатам құдай қаласа. Бұл балапандарды ендігі шығатын, инкубатордан шығатын жұмыртқалардан алсам ба деп отырмын. Аяғында жүні бар әртүрлі балапандардан. Әлі сәл жарып тұрған сияқты. Алдынан су ормаш үшін мұны матасын жауып қоям. Сәлі болсын. Жылы болып тұрады. Жалпы балапандар осы. Түнде мұна пешті қосып адым. Бұл да жылы көреді. Алдын мен сіздерге көрсетіп жүрмін. Бір тауығым кішкентай жұмыртқа туды деп. Одан да кішкентай жұмыртқа туды. Бір тауық бар екен, жалпы осындай жұмыртқа туатын. Мынау қанша? 10-шысы ма шығар? 10-шы жұмыртқа болу керек. Ал құрметті көрермендер, инкубацияның нәтижесі осы. Көбісі сұрады, комментарийға жазды. Нәтижесі қандай болды, қанша жұмыртқа шықты деп. Ал осы 104 жұмыртқадан 72 балапан қазір аман есен жүр. Арнаға жазыламыз, лайк басамыз. Сұрақтарыңыз болса комментарийға жазып кетіңіздер, мен жауап берем. Келесі кездескенше сау болыңыздар.